Су қымбат па, бензин қымбат па? 1 литр су шамамен 200-250 теңге. Бензиннің бағасы 200 теңгеден асады деп жатыр. Суды енді көп өңдемейді ғой. Жердің астынан алады, қосатындар кішкене қосады да адамдарға сатады. Ал бензинді мұнай қылып алып, оны өңдеп, оны тазартып, түсінуге болады. Оңайшылықпен келмейді. Бірақ та менің бір түсінбейтінім, 2 жыл бойы бензиннің бағасы бір орында тұрды, бірақ азық түліктің бағасы қымбаттай берді. Ал енді қазір бензиннің бағасы көтерілсе, сол қымбат болған азық түлік тағы да қымбаттайтыны сөзсіз. Қарапайым халыққа ауыр тиеді. Құрметті мына жоғары жақтағы аға бауырлар, аузы күйген үрлеп ішеді дейді. Қаңтар оқиғасын білесіздер. Неден басталып еді? Сол бір газдың қымбаттауынан шығып еді. Қазір де сондай болған нәрсені қайталанбасқа кім кепіл? Осының бәрін сайлау алдында неге айтпадыңыздар? Сайлау алдында бәріңіз ойбай керемет, жақсы қызмет етеміз, халықтың жағдайын ойлаймыз дедіңіздер. Біз Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры 8 жылдан аса осы халықпен жұмыс істеп келе жатырмыз. Жан-жақты көмектесіп келе жатырмыз. Табиғи апат болсын, коронавирус кезінде болсын, жан-жақты білім саласында болсын, көмектесіп келе жатқанымыз өздеріңіз білесіздер. Сол халықтың ішінде жүріп, халықтың шынайы жағдайын білеміз, ағайын. Сондықтан да құрметті шенеуніктер, кішкене кабинеттеріңізден шығып, халықтың арасында болсаңыздар, халықтың шынайы жағдайын біліп көрсеңіздер. Алла разы болсын.